Сәлем достар, бүгін қанттың адам денсаулығына зияны жайлы айтатын боламыз. Қант мәңгілікке бас тартатын өнімдердің бірі, өйткені оның адам денсаулығына зиянды тұстары өте көп. Қантсыз өмір атты кітаптың авторы Нэнси Эпплтон дәрігер қанттың қаншалықты зиян екендігін тізіп шыққан. Біз бүгін сіздерге соны ұсынуды жөн көрдік. Біріншіден, қант сіздің иммунитетіңізді әлсіретеді. Екіншіден, бактериялық жұқпаларға қарсы күресуді төмендетеді. Үшінші, бүйрек ауруларына шалдықтырады. Төртіншіден, ағзаңызға хром элементтері жетіспейтін болады. Бесіншіден, сүт безі, қуық безі қатер ісігіне әкеліп соқтырады. Алтыншыдан, глюкоза мен инсулин мөлшерін көбейтеді. Жетіншіден, кальций мен магнийді бойыңызға сіңіруді бұзады. Сегізінші, көзіңіздің көруін төмендетеді. Тоғызыншы, қант құрамындағы гемоглобиніңізді көбейтеді. Оныншыдан, ойық жаралы колит ауруын шақырады. Мінекей, мынандай ауруларға тап болмау үшін оның орнына бал, кептірілген жемістер, үйеңкі шәрбәтті, арпадан істелген ашытқы секілді заттармен ауыстыруға болады. Сондықтан бүгіннен бастап қантты өзіңіздің ас мәзіріңізден алып тастағаныңыз жөн. Сіздермен болған Адам энд Тағам каналы. Біздің каналымызға подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар.